энергияны қайдан аламыз? Мен үшін бұл осы әлемді тануға деген ұмтылыстан туған ұшқынға айналды. 12 жасымда бірінші рет теледидардан Стивен Хокингті көрдім. Маған экраннан дәуіріміздің ең ұлы ғалымы қарап отырды. Ол да мен сияқты арбаға таңулы еді. Алайда ақыл парасаты мен шексіз ғаламның беймәлім жерлеріне дейін жете білген. Хокинг үлкен жарылыс нәтижесінде ғаламның пайда болу, сондай-ақ қара құрдым теорияларын зерделеген. Сол кезде ғана не күнделікті күйбең тірлікпен, үмітсіздіктен қара құрдымнан бірақ шығатынымды, не ғылыммен айналыссам, жаңа белгісіз әлемнің есігін айқара ашатынымды түсіндім. Мен астрофизика мен Хокинг еңбектерін басы көтермей оқыдым. Бұл ұшқын маған жаңа ғылыми жобалар жасауға, инновациялық байқауларға қатысып, ғалыммен кездесуді армандауға күш берді. Хокингпен кездессем деген арманым орындалды. Бұл маған сенім артқан көптеген адамдардың энергиясының арқасында мүмкін болды. Бұл кездесуден кейін өз-өзіме деген сенімім артты. Болашаққа батыл қадам жасауға көмектесті. Өйткені айналамызда қаншама мүмкіндік барын сезіне білсек қана, бойымызда күш-жігер пайда болары сөзсіз. Мен физик ғалым, бизнесмен болып, адамзат игілігі үшін қызмет еткім келеді. Біздің өмірімізді не жақсартатынын білесіз бе? Ол білім. Білімнен мен қанаттанам. Білім бізді алға жетелейді. Мен Исаак Мұстопұлы әлемді жақсартуға атсалсам.